Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзге мемлекеттік органдармен және шетел серіктестермен бірлесіп, Жусан операциясы шеңберінде Сириядан 595 Қазақстан азаматын қайтарды. Оның арасында 400-ден астамы балалар. Қайтарылған адамдардың ішінде 10 ер адам мен 5 әйел Қазақстанда тыйым салынған Даиш халықаралық террористік ұйымының әрекетіне қатысу фактісі бойынша әртүрлі мерзімдерге бас бостандығынан айырылды. Тергеу нұсқасы бойынша Сирияда Даиштің бір жасағында болған тағы да 14 азаматқа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Оларға террористік әрекетке қатысты, әрекетке тартты және терроризмді насихаттады, сондай-ақ өзге де ауыр қылмыстар жасады деген айып тағылды. Қылмыстық іс материалдары Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер бойынша сотына берілді.